барысындағы тақырыпты айта өтейін. Бүгінгі тақырыбымыз ол лава шамдары. Оған қажетті заттар: ыдыс, су, май, бояғыштар және натрий қышқылы деген дәрі таблеткалары қажет. Осы заттар арқылы біздер қазір лава шамдарын жасаймыз. Жасауға дайынсыңдар ма, балалар? Балалар, бұл менің қолымдағы су. Судың түсі қандай? Мөлдір, түссіз, иіссіз. Кәне, ыдыстарыңа құяйын. Балалар, енді суымызды құйып болса, мына бояғыштарды суымызға қасықпен алып араластырамыз. Бір қасық аламыз, иә, балалар? Түгел ішіне салып араластырамыз. Суымыздың түсі өзгерді ме? Бірінші қандай түс? Жасыл, сары, қызыл, көк. Ендеше осы суымызға біздер майды құямыз, иә, балалар? Ал балалар, майымызды құйып болса, су бізде төменгі бөлігінде тұр. Майымыз жоғарғы бөлігінде тұр. Су майға не істемей тұр? Араласпай, бетінде қалқып тұр екен, иә, балалар? Ендеше менің қолымда натрий қышқылы, ішінде содасы бар таблеткалар екен, балалар. Балалар, қолымдағы таблетканы бір-бірден алып, ыдысымызға қазір саламыз. Ал қанекей саламыз. Қара күштеген. Нелер? Лава шамдары күшті ме екен? Вау, күшті екен, иә, балалар? Лава шамдары осы. Міне, көрдіңдер ме, балалар?